Ассалаумағалейкум. Алейкум. Бұл танысып өтейік бір-бірімізді. Бижамарт Қапабек деген кісі, Мемлекеттік тіл даму институтының директоры, соншама білемін. Тіл маман, кандидат, ғылыми кандидат, филологиядан. Филология ғылымдарының кандидаты. Қалай? Филология ғылымдарының кандидаты ғой. Филология ғылымдарының кандидаты. Енді қазақ тіл негізінде саласында Мемлекеттік тіл даму институты деп аталады. Өзі Байтұрсын институтта көп жыл жұмыс істеген, ол да тіл институты. Сосын кейін анау Астанадағы біз... Шаяхметов. Сол жерде біз директор болдыңыз, 2 жыл директор болдым, 13-15 жыл. Демек, көп кісілерді танисыз, не болып атқан жан-жақтан бізге сұрақ қойсақ, біраз жауаптарды бере алатын шығарсыз. Мен өзім Ануармын. Мен де тілге қызығушым бар. Сол білетін кісілерден сұрап көрейік сұрақты. Қандай, өзіңіз неден бастайсыз ба, бір нәрсені айтып, мен сөйлейін ба? Бізде қазақ тілі мемлекеттік тілі ғой бізде, әрине мемлекеттік тіл. 30 жыл бойы мемлекеттік тіл. Қалай ол деңгейі жеткілікті ма? 30 жылдың ішінде одан да көбірек даму болатын еді ма? Болмайтын еді ма? Салыстырсақ, егер өткен енді кезіндегі және қазіргі кезіндегі бәрі жақсы ма? Қалай деп ойлайсыз? Мемлекеттік тіл 30 жыл болды, қазақ тілі мемлекеттік тіл болғанына. Бізбен қатар республикалар, басқа республикалар, Союздан шыққан. Оларда тілдік жағдай әлдеқайда жақсы бізге қарағанда. Біз тәуелсіздік алған кезде бізде демографиялық жағдай басқаша болды. Қазіргі құжаттар тілге қатысты сол кезде қабылданған, әлі сол күйінде тұр. Енді қазір осы мемлекеттік тілге қатысты заңдарды, құжаттарды қазіргі демографиялық жағдайға байланысты өзгерту керек. Сол кезде ол кішкене алдыға жылжиды. Қазір тәуелсіз, енді біздің осы ресми биліктегі отырған азаматтар біздің тіл саясатымыз жақсы деп айтады. Біз дамып келе жатырмыз, қазақ мектептері өсіп жатыр деп айтады. Бірақ шетелдік соцлингвистиканың мамандары айтады, Қазақстандағы тілдік ахуал Ресейдің құрамындағы республика Татарстандағымен бірдей дегенді айтады. Яғни бізде тіл саясаты әлі жақсы өзінің деңгейде жүргізіліп жатқан жоқ деп болады. Сіз айтып отырсыз, бізге сондай заңдар жасау керек осы демографияға сай деп. Ал ол енді биліктің, былай қараған үкіметтің жұмысы ғой, жалпы тіл саясаты 3 негізге сүйеніп жүргізіледі. Біріншісі, бір құжаттар, анау заңдық, негіздік құжаттар болу керек. Тіл саясатын жүргізуге негіз болатын заңдар болу керек, құжаттар. Екінші, сол тіл саясатына қаржы бөліну керек. Үшінші, тіл саясаты сол қоғамда тұратын адамдарға түсіндірілу керек. Осы үш негізде тіл саясаты жүргізіледі. Бізде оның бәрі бар, бірақ кішкене босаңдау, ақша бөлініп жатыр, но жүйесіз, біреу ананы жасайды, біреу мынаны жасайды, ұйымдар бәрі бірігіп бір нәрсені бітіріп тастап, келесі жылы басқасын істесе дұрыс болар еді. Екінші, жаңағы заңдық құжаттар, заңдық негізі тіл саясатының кішкене босаңдау, оны күшейту керек. Мысалы, мемлекеттік қызметке алатын кезде мемлекеттік қызметшіні, мемлекеттік қызметкерді, мемлекеттік тілді білуін міндетті бірінші талап етіп қою керек. Сол жоқ болып жатыр ғой бізде. Парадокста мемлекеттік тілді білмей, мемлекеттік қызметте істейді.
Енді осы болуға тиісті деп ел айтады, кез келген енді жиналыстарда қарапайым кісілер айтып тұрады, осылай неге өйтпейді, неге бүйтпейді дегенде, онда неге бүйтіп жатқан жоқ билік? Бар ма ол ғылыми көзқарастан? Мен естігенімше, бұл осы кімдерден естіп жатырмын, мысалы, бір академик ағамыз бар, ол кісіден де естіген, Мұхтарбай аға деп. Ол айтып жатқан, биліктегі кісілердің балаларының өздері қазақша білмейді. Олар тырыспайды, болашаққа қазақ тілге оларда үміттері жоқ. Және де өздері білмегеннен сосын кейін қазақ тілге сондай бір көзқарастары, мүмкін кедергі жасап жатқандарды содан емес па деген бар. Сосын кейін енді біз үкіметтен күте берсек, осылай заң жетпей жатыр дегенде, ел өзі енді лағып деп айтпасақ, өз қазақ тілінің былай көп кездеседі қазіргі кісілер, менсінбейтіндер. 30 жыл өтті, білмейтіндер де бар. Мен ұлттарға бөлмей айта беру болады. Білмейтіндер де бар, менсінбейтіндер де бар. Сондай жұмыс жасалмай жатыр. Мүмкін біздің өзіміздің күнәліміз бар шығар, елдің өзі. Үкімет, енді үкіметте айтып жатырмыз. Мен айтып жатқан, үкіметтен күте берсек, ол тағы да 30 жыл өте береді дегеніміз ғой. Өзіміз қандай не әрекет жасай аламыз? Қарапайым ел. Енді Байтұрсынов айтқан ғой, ұлттың жұмысы машинаның тетігі емес, былай кнопканы басып қалса басқа жөнге түсетін. Ұлттың жұмысы құмырсқаның илеуіндегідей жұмыс. Әркім өзінің көтеретін жүгін, шөпшегін апарып салу керек. Әрине, билікте отырған, сол тілге жауап беретін мекемелердің осы тіл саясатын жүргізуге ықпалы өте зор. Ал қарапайым халық не істей алады? Қарапайым халық талап ете алады. Сосын кейін өзінің отбасының семьясын қазақ мектебіне беру арқылы қазақи тілдік орта тудыра алады. Мысалы, қазір Қазақстанда 80% балалар, мектептегі 80% балалар ұбт-ны мемлекеттік тілде тапсырады. Сосын кейін қазір мектепке барып жатқан балалардың 80-90% қазақ тілінде барып жатыр. Сосын кейін жоғарғы оқу орындарында орыс топтары қазір жоқ. Мысалы, политехта орыс тобы жоқ, АГУ-де орыс тобы жоқ, бәрі қазақ топтары. Яғни халық астынан қазақиланып келе жатыр. Соны жоғарыда отырған адамдар түсініп, жаңағы заңдарына өзгерістер енгізіп, тіл саясатын тезірек жүргізу керек. Қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде ол осы Қазақстанның территориясына толық жайылуға өзінің құқығы бар. Ол Қазақстан Республиканың территориясы қазақ тіліне арналған территория. Ол басқа территорияға претендовать етіп тұрған жоқ. Русский мир, английский деп. Ол біздің міндетіміз осы территорияға, осы кеңістікке қазақ тілінің дамуына, жайылуына мүмкіндік жасау. Енді, Бижомарт, сіз айта аласыз ба? Былай, енді билікке кеңес біз беруде болатын еді. Елге қандай кеңес беретініздер, талап етіңіздер, не істеу керек? Не істеу болатын еді қарапайым енді қазаққа? Былай қарағанда, мен қазір қосайын, білеміз, 2 аптасында бір тіл өліп тұрады әлемде, қаншама тілдер бар. Солардың 800 тіл ме, қанша? 2 аптада бір тілі өлсе, қазақ тілді де кезегі де келіп қалу мүмкін осындай жағдайменен. Сіз 80% деп жатырмыз. Мен көріп тұрмын, қазіргі таңда белсенді болып тұрған орыс тіл. Орыс тілді білмесе, мысалы, қаншама қазақша жақсы оқыса, бала өз орнын таба алмайды. Әлеуметтік баспалдақ десек, сол орыс тіл болып тұр. Сол үшін биліктер де солай. Бірді акимді таба алмаймыз қазақ тілді
орыс тілді білмеген. Орыс тіл полиция болсын, қандай болсын, бізде білу міндет болып тұр. Біз балаларды алдағандай боламыз. Қазақ тілді үйрен, жақсы оқы дейміз. Ол мектепті бітіреді, жұмыссыз жүреді. Ал кез келген мысал басқа шетелден келген, мысал тәжіктер де келеді, бұл жерде байып кетеді. Қазақ тілді білмей, қазақша білмей, байыды, жерде жүре береді. Шетелден келгендер. А біздегі өз жақсы оқыған балалар өз орнын таба алмай жатыр. Бұл осы қандай кеңес болып, ел не істеу болады? Талап ету дегенде жазу керек па оған? Не істеу болатын еді? Сіз енді былай қарағанда ғылымдар қаншама былай қазақ тілге айтылып жатыр, ақша бөлініп жатыр, миллиардтар теңге бөлініп жатыр 30 жылдың ішінде. Сендерден былай ғалымдардан мен де көріп жатқан жоқ десем де, мендікі дұрыс болмайды, бірақ та өте керемет нәтиже көрінбей жатыр. Былай қатан айтатын кісілер жоқ, елге жететін. Жазасыңдар, ана жерде, мына жерде мүмкін жазасыңдар. Оны оқып жатқан біз не ғалымдар емес, біз оларды оқып жатқан. Тағы да қосатын едім, қазір айтыңыз. Кешіріңіз. Жоқ, енді ғалымдар не істей алады? Ол жаңағы қазақ тілі үшін өткенде жеке қазақ тіліне арналған заң болсын деп ұсыныс айтты. Оны министрліктерге тапсырды. Жақында тағы да орыс тілін анау заңнан алып тастау керек, қазақ тілі ғана қалсын деген заңды шығару керек деген жұрт қол жинап жатыр. Сондай талаптар төменнен болып жатыр. Мынау жоғары жақтағы осы іске жауап беретін мамандар, министрлік, шенеуніктер осыған енді құлақ қою керек, тыңдау керек. Әйтпесе бұл мүмкін емес. Жаңағы айттым ғой, төмен жақтан қазақ тілін талап ету күшейіп келе жатыр да, ал жоғары жақта қазақ тілін білмейтіндер әлі жаңа билікте отыр. Осы қарама-қайшылық бір үлкен қарама-қайшылыққа әкеледі. Соның алдын алу керек. Ол үшін тілдің саясатын кішкене күшейту керек. Мысалы, басқа республикаларда өзге тіл, қазақ өзінің мемлекеттік тілін дамытуға кедергі болатын тілдерді тұсайды. Мысалы, сол тілде мектептерді шектеп қояды. Ол өзінің орыс тілі болса, мысалы, Латвияда орыс тілі, ол Ресейде дамысын, ал мына жерде орысша сөйлей беріңдер, бірақ мемлекет орыс тілін дамытуға ақша бөлмейді, оған мектептер ашпайды деген сияқты. Біз өзіміздің ұлттық тілімізді дамытамыз деген сияқты. Біз соған келуіміз керек. Өйткені астынан соны талап етіп жатыр қазір халық. Ана демографиялық көрсеткіштер, статистика соны көрсетіп тұр ғой. ұбт-ны тапсырып жатқан халықтың 80% қазақ тілді. Енді бәрі өзімен өзі болмайды. Егер талап етпесек, ел белсенді емес бізде. Бұрынғы заманнан қалған көзқарас, біз бір енді қазақша сөйлесе бір ұлтшыл, бір қылмыскер болып көрсетілген сана әлі бар. Сосын кейін орысша білсе, ол бір деңгей, ол шында да ол деңгейге жатады. Өйткені қазіргі таңда әлеммен байланысу үшін бізге тіл керек. Ол мен келісемін. Білімді алуға да. Қазақ тілі оған әлі жетпеген және 30 жылда дамымаған деп айту болады. Ол бұрынғы замандағы миллион сөздер болса, қазіргі заманда кәдімгідей анау қарапайым компьютердағы істерді программистер өздері қазақ тілде толығымен айта алмайды. Жоқ та ондайлар. Техника жағынан да қосу болады. Өте енді елге, жаңа мен сіз айтып жатсыз, енді ел талап ету керек. Ол тілдің несі мүмкіндігі емес, тілдің өзінің жүйенің мүмкіндігі шексіз. Оны тек адамдары, тілді жасайтын, оны сөйлететін адамдар ғой. Сол адамдар, мамандар жетпей жатыр. Мысалы, компьютер саласында қазақша сөйлейтін, физика саласында, инженер саласында қазақша сөйлейтін мамандар жоқ.
Ал тілдің өзінің мүмкіндігі шексіз. Өйткені 15 республиканың бәрі бұрын орыс терминдерімен орысша жүрген, қазір Грузияда, Азербайжанда, Өзбекстанда оларда орыс тілі деген екінші кезекте. Оларда орыс тілін білмейтін жастар бар. Олар бірден анау әлемге ағылшын тілі арқылы шығады. Олар өзінің ұлттық тілдерін дамытып отыр. Біз ғана баяғы кеңес дәуіріндегі ұстанымды ұстап қалып жатырмыз. Ол дұрыс емес. Жомарт, мен жаңағы осы енді сұрақты қойып атқан өзім бір жағынан айтып кету, сен өзің білесің ғой, мен қазақша қазірдің өзінде сөйлегенде қиналып сөйлеп жатырмын, иә? Байқалып тұрады ма әлде? Мен қазақша білмеген адаммын. Осы соңғы жылдарда үйреніп жүрген. Сол үшін маған осылай қауіпті болып көрінеді да, ойбай деп жүріп жатқан. Бірақ та шынында да жалғыз емеспін мен осылай жан ашып жатқан, не болатығын дегенде. Өйткені біз көріп жатырмыз, мен көріп жатқаным, әр жерде орыс тілі. Орыс тілді білмесе жол жоқ. Қазақ тілге менсінбеушілік. Және өткенде саясатты егер қосамыз ба, қоспаймыз ба, қазақпенен қазақша сөйлеу деген ұран болып шықты. Ол үкіметтен дейді. Сол қате ғой бұндай сөз. Қазақпенен кәдімгідей президент болып осылай қазақпенен сөйлегенде, ар жағында қазақпенен ғана деген қосылып тұр, ар жағында тұрған. Қазақпенен ғана қазақша сөйлеңдер деп. Мен анау біреуменен қазақша сөйлей бастасам, ол маған орысша жауап айтады, мен қазақ емеспін дейді да. Сосын кейін мен қалай сіз енді мемлекет тілі десең, сіз өздеріңіз қазақтарына айтыңдар дейді, бірінші соларменен сөйлесіп алыңдар дейді. Солай жауап беретіндер болады. Саяси жағынан да біз қазақпенен ол индеецтерменен сөйлескендей маған солай көрінеді, резервацияда. Ол қазақ тілі ол ұлттың тілі емес, ол мемлекеттің тілі. Сол мемлекеттік, сіздің институтыңыз керемет аталады, мемлекеттік тіл деп аталады. Дұрыс қой, енді жаңа сөзім басында айтқандай, ол қазақ пен қазақ емес, жалпы Қазақстан Республикасының аумағында бүкіл ресми қатынастар мемлекеттік тілде болу керек, ұлтына қарамай. Ал енді ар жағындағы жеке бізде өзге ұлттар тұрады ғой, олардың ішкі мәселесіне араласпаймыз, өзінің отбасында сөйлесе берсін, ол бәр жерде солай. Ал ресми қатынастар мемлекеттің аумағында мемлекеттік тілде болу керек. Біз соған жете алмай жатырмыз. Бізде орыс тілі әлі басым, оны тіл саясаты ғана шектей алады. Тіл саясатының мақсаты белгілі бір тілді көтеру, соған кедергі жасайтын тілді шектеу, қолдануын шектеу. Сол шектеу механизмдері бізде әлі жоқ болып тұр ғой. Кім сонда біздің енді үкіметте тіл саясатымен тура байланысты, қай министрлігінде, кімнен сұрау керекпіз біз? Тіл саясатын жүргізуге жауапты мекеме Мәдениет министрлігінің ішінде тіл комитеті деген комитет бар. Сол тіл комитеті жауап береді. Ал біздің өңірлерде, әр облыста, әр қалада, мысалы Алматы қаласында, Астана қаласында, Шымкент қаласында, болмаса Павлодар, Қостанай облысында әкімдіктердің ішінде тіл басқармасы деген басқарма бар, управление по развитию языков. Солар жауап береді. Осылардың барлығы анау республика деңгейінде тіл комитеті, ал өңірлерде тіл басқармалары осы тіл саясатының жүргізілуіне жауап беретін ресми мекемелер, ұйымдар. Оларға ақша бөлінеді. Сол ақшаны олар дұрыс жұмсау керек. Олардың жауаптары осылай естіледі ғой. Бізде екі тіл, қазақ тіл және орыс тіл, ол ресми тіл. Олар да солай бізге жауап беріп жатыр ғой, емес пе? Мысалы, анау Павлодарда Роза апайлар жүр шырылдап, былай қарағанда өте қиналып жүргендер қаншама, оларға жауап сол мемлекеттің адамдары жауап беріп жатыр ғой. Бізде енді
қазақ тілімен қатар деген секілді. Олар да енді сол үшін мынау жаңа тіл саясаты үш негізге сүйенеді дедім ғой. Заңдық құқыққа сүйенеді, жаңа құқықтық негізге сүйенеді. Соны жетілдіру керек болып тұр ғой. Анау тәуелсіздіктің кезінде жасалған құжаттарды қазір кішкене күшейту керек болып тұр. Анау тілге жауап беретін мекемелерге негіз болатын документ жоқ, құжат жоқ. Сондықтан олар сол бұрынғы құжаттарға сүйенеді. Жаңағы адамдар да соған сүйенеді. Бізде ресми орыс тілі қолданылады ғой, сендер оны талап етпеңдер деген сияқты. Сондықтан осы нәрсені күшейту керек болып тұр. Күшейту керек дегенде ең сорақысы мынау мемлекеттік тілде білмейтін қызметкерлер мемлекеттік қызметте істемеу керек. Ол енді өзіміздің қолымызда. Осыны жасау керек. Осыны жасамасақ, біз әлі алдыға дұрыс жылжымаймыз. Кімнің өзіміздің қолында? Қарапайым елдің ба, әлде сіз үкіметпенен бүкіл Қазақстанды айтып жатсыз ба? Бұны жаңағы неге мемлекеттік қызметте істеп отырған қызметкер мемлекеттік тілді білмейді деп қарапайым халық талап ете алады? Ол парадокс. Ешқандай елде ондай жоқ. Өзінің мемлекеттік тілін білмейтін мемлекеттік қызметкер болмайды. Ол тек бізде ғана бар. Осыны біз талап ете аламыз. Талап ету керек дейсіз. Оны осы теледидардан біреулер айтып жатыр ма? Сендер қай жерге барсаңдар, мысалы Қазақстанда, хабарда кім айта алады ма? Осылай елге айтып, сіз қандай мекемеге кіргенсіз, мысалы акиматқа кіргенсіз, қай жерде болса да қазақ тілді талап етіңіздер. Сіз кім айтып жатыр бұны бізге, елге? Бір тек қана былай экстремисттер айтқандай болып көрінеді, ал үкіметтен ешкім жоқ. Хабардан, қаншама теледидарлардан ондай ешкім айтып жатқан емес. Енді сіз қазір айтып жатсыз. Енді былай оны жаздыңыз ба, жазып жатқан шығарсыз? Енді азамат оны үкімет айтпайды, өйткені үкіметке осы саясат ұнайды, жаңағы орыс тілі, қазақ тілі бірге жүрсін, комфортно да. Ал енді халық осыны талап ету керек. Біз азаматтық қоғам деген бар ғой бізде. Демократияда гражданский общество деген бар. Солар талап ету керек. Солар ұйым құрып талап ету керек. Сол кезде олар орындайды. Халық орындайды. Өйткені халық қаласа хан түйесін сояды дейді, қазақ айтады. Сондықтан халық осыны қатты талап ету керек. Мен бір нәрсені айтайын. Бір талап сіз енді кеңес беріп жатсыз, талап ету керек дегенде. Қазір Меке Аблязов деген жүр, былай ол бізде қылмыскер болып ресми түрде саналатын. Бірақ ол қаншама жұмыс жасап жатыр, жалғыз өзі деп айтайық, шетелден жүріп қаншама жұмыс жасап жатыр. Талап етіңдер, үйтіңдер, бүйтіңдер. Бізде ондай адам, ондай іс кім жасап жатыр? Ғалымдар былай қарағанда естілмейді. Бір ана жақта бір жерде бір естіледі, қазақтар жан жақтан айтатын, абылай күш болып айтып жатқан, біз бірігіп ондайды көрінбей жатыр. Ал Аблязовта егер айтса, оған қазақ тілі қызық емес. Сондай күш қазір күшейіп жатыр. Ал қарапайым былай ел қайтадан бір ойыншық болып қараңғылықта қалатын бір жағдайда қауіп, мен қазір осы қауіпті да көріп жатырмын. Қауіп жаңа қазіргі биліктен және де болашаққа үміттеніп жатқандардан да қауіп болып тұр. Қайтадан қарапайым ел біз қарамыз. Қазақша біл, қазақша сөйле деп бір индейец болып қаламыз. Құдай сақтасын. Бізге кәдімгідей адамды өлтіріп жатыр ғой, сол тұпырлау керекпіз. Сол үшін ол қорғаны қазақ тілде сөйлеу емес, қазақ тілде білу, білім алу, қазақ тілде жұмыс жасау, жан жақтан біз мықты деңгейде болуымыз керек. Қазір сондай талап. Әсіресе мынау ғалымдар дейміз, мен тіл мамандар, кім? Бекжомарт, филология менен лингвистиканың қандай айырмашылығы, неде айырмашылығы?
Ненің дейсіз? Филология бар, лингвистика бар. Олардың екі сөз терминдерін, екі ұғымның айырмашылығы бар ма? Неде бар болса? Ғылымда бар ғой енді. Филология деген ол жалпы үлкен тіл әдебиет саласының жалпы филологиялық ғылымның атауы. А лингвистика ол таза тілге қатысты. Ол лингвистика филологияның ішінен шығады. Соның бір саласы. Ана филологияда әдебиеттану да бар, әдебиеттің тарихы бар. Мына жерде лингвистика ол таза тілдің мәселесін зерттейді. Тілдің өзінің бірнеше саласы бар, әлеуметтік лингвистика. Менің байқағанымша бізде лингвистер жоқ. Филологтар жетіп жатыр. Филолог деген қаншама бір мыңдаған адам, ал солардың арасында лингвист бірен саран кездессе лингвист дегенде деп айтын, енді сырттан солай көрінеді. Оған бір басқа дәлел осы қазір онлайн карантинде болып қалды ғой. Сабақтарды, балалар сабақтарды үйден береді. Түрлі сайттарды ашылған, үкіметтен де кітаптарды қазір көру болады ашып, қазақ тілінің кітаптары. Қарасам, ол жерде бір филологтарды кіргені мәтіндер қазақ тіл деп аталады кітабы, бірақ та мәтіндер құрғаны. Бөлек мәтіндер. Бірақ ғылыми түрде ешқандай бір лингвистикамен бір иісі жоқ ол жерде. А балалар қайтып бұл тіл өте санаменен байланысты. Ана жерде тіл заңдары бар, лингвистиканың айтсақ, грамматиканың бірге басқа тілдермен салыстыру. Және біз анау дыбыс жүйелерді біз қарастырып жатырмыз ғой. Соларды қарастыру. Ол жақта жоқ. Сіз байқаватсыз ба онда қазақ тілінің оқулықтары? Иә, мен қазақ тілінің оқулықтарының авторымын. Қазір мынау жаңартылған бағдарлама бойынша жазылып жатыр ғой ол оқулықтар. Обновленный программа дейді. Ол жерде грамматиканы алып тастаған. Ол жерде анау Кембридждан әкелінген бағдарлама бойынша ағылшын тілін үйрету бағдарламасымен қазақ тілін оқытып жатыр. Қазақ мектептерінде, монотілді балаларға. Менің ол туралы бірнеше мақалаларым бар. Осыны жөндеу керек, жаңарту керек. Жаңағы сіз айтқандай қазақ мектебіндегі қазақ тілі тілдің заңдарын, лингвистикасын оқу керек деген нәрсені біз айтып жүрміз. Бірнеше мақаламыз бар. Қазір оны қоғамда көтеріп жатыр. Біліп қалды. Ана оқулықтардың ішінде тек мәтіндер екенін. Осыны қазір жөндеу үстіндеміз. Қазір біз жаңа тереңдетілген мектепке бағдарлама жасап жатырмыз. Жақсы болды. Ода мен өзімді жалғыз өзім көрмеген екен оны. Сосын кейін қазір сұрақ қойып жатырмын. Ана бізде мәдениет және спорт министрі деп соған тіл саясатына былай қарағанда мәдениет және спорт кішкене келмей тұр да. Олар қадан осы тіл комитеті тіл саясатын қатаң ұстайтындарға ұқсамайды сөзінен өзі. Енді спорттарды мен жамандап жатқан жоқпын, бірақ та мәдениет ол концерт, спорт ол жарыс деп айту болады. Сонымен байланысты екеуі де. Ал тіл саясатыменен ол аздау да. Оған не болмаса бір бөлек жасау керек, не болмаса анау білім және ғылым министр, көрдіңіз ба? Білім және ғылым министрлік кітап оқулықтарды шығаратын, қазақ тілді зерттейтін, дамуға енді үлес қосатын ол білім және ғылым министрлігі емес па? Неге комитет, тіл комитеті мәдениетте ол кішкене қате емес па осы? Жақсы. Үзіліп кетті. Әлде бір жұматы. Үзіліп кетті ғой, уақыт азайып қалды, Анеке. Жақсы, онда біз... Мен енді кейін тағы хабарласамыз ғой. Мынау соңғы сұрағым білім министрлік... Соңғы сұрағымды айтайын. Иә. Ол ойыңыз өте дұрыс.
осыны бірнеше сізден де басқа мамандар көтеріп жүр. Жалпы мынау тілге қатысты мекемені білімге беру жөнінде. Мысалы, бұл жерде де мынау тіл комитетінің астында Шайсұлтан Шаяхметов атындағы орталық бар. Олар мәдениет министрлігіне қарайды. Ал бірақ Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты Ерден Қажыбек басқаратын. Ол білім және ғылым министрлігіне қарайды. Сонда осылардың бәрін басын бір жерге біріктіріп, бір нүктеге қарай бағыттап күшті жұмсауға болатын еді. Ол туралы ұсыныстар айту керек. Анау министрліктердің өздерінің кейбіреуі осыны ойланбай жүрген шығар деп ойлаймын. Ал жалпы мәдениет ол тілден кішкентай. Тіл оның ыдысы, мәдениеттің ішінде сақталады тіл. Мәдениет тілдің ішінде сақталады. Тіл бәрінен де үлкен, білім де барлығы сол тілдің ішінде сақталады. Тілге қатысты жеке министрлік құрса да болады, менің ойымша. Ол да болады еді. Кім? Бижомарт. Рахмет, Әнеке, енді сізге де көп рахмет. Иә, енді кісілерге қызық болар осындай әңгімелерді егер жалғастырса, басқа кісілерді егер кім сіз таныстар болса, осы мен сұрақ қоятын, мен ар жағынан көп та сұрағым. Сұрағым дегенде әңгімелесетін осы айтатыным да бар. Сізге көп рахмет. Жақсы. Жұртты жалықтырып алмайық, ақырындап. Коронавирустан енді жақсы аман есен шығайық. Елге амандық. Жақсы, аман бол. Жақсы, рахмет. Ассалам. Мен мұнда өшірейін.